Шетел ақпарат, саламатсыздар ма құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтар алашылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Марлен Жамбыл ауылындағы мектепте білім алған, бірақ өткен жыл Қызылорда облысының Жаңақорған ауданындағы мектепте бір жыл білім алып қайтқан. Екі мектептің де ұстаздары Марленнің тәртібін оң бағалап отыр. Ерте есейген өз қатарынан алда болған дейді. Марлен анасының тұңғыш баласы. Марлен анасы мен өгей әкесінің тәрбиесінде болған. Оған дейін өзінің әкесі мен әжесімен де бірге тұрған. Гүлжайна Жанжігітованың сөзінше, Марленнің өгей әкесімен қарым-қатынасы жақсы болған. Аман болсын деп тілеймін, бірақ түнде жаман ойлар мазалайды. Аман болса неге осы уақытқа дейін келмейді? Досымның туған күніне барамын деп кеткен. 3-4 күн сұранып жүрді. Сол күні жұмыста болды. Өгей әкесі де жұмысқа кетіп қалған дейді Гүлжайна Жанжігітова. Анасының сөзінше, соңғы кездері Марленнің өтірік айтуы жиіленіп кеткен. Мектепте темекімен ұсталыпты. Одан кейін насыбаймен ұсталған. Оны маған апай айтты дейді Гүлжайна. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.